Құрметті қыздар, бүгін бізде Құран әліппесінен, яғни тәжвидтен 3-ші сабағымыз бисмилля деп бастаймыз. Бүгінгі тақырып харекеттер. Мынау әріптердің барлығын өттік. Әріптердің жазылуын біртіндеп үйреніп жатырмыз. Махраж, бұл мен жіберген видеомен дайындаласыздар міндетті түрде. Тоже махраж. Енді міне мына жақта харекеттер деген нәрсе бар араб тілінде. Харекеттер дегеніміз, яғни харакаты дейді. То есть, мысалы араб тілінде белгілі бір сөзді оқу үшін бізге көмекші дыбыстар келеді. Былай айтқанда, олар 3 түрлі болады, көмекші дыбыстар. Біріншісі фатха деп аталады, мінекей. Ол осылай әріптің үстінде мынадай белгі тұрады. Мынау әріп болса, әріптің үстінде мынадай белгі тұрады. Мысалы, міне. Көрдіңіздер ғой, әріптің үстінде тұрады. Бұл белгі жіңішке әріптерде ә дыбысын береді, жуан әріптерде о дыбысын береді. То есть оқыған кезде осыны біз жіңішке әріптерде ә, жуан әріптерде о қылып оқимыз. Қазір мына жерде оқып үйренетін боламыз. Енді осы харекеттің екінші түрі ол кәсра деп аталады. Кәсра дегеніміз, мысалы міне мына жерде әріп болса, әріптің астында осындай белгі болады, мінекей. Көрдіңіздер, бұл жіңішке әріптерде и дыбысын, ал жуан әріптерде ы дыбысын береді. Одан кейін үшіншісі домма деп аталады. Домма дегеніміз үтір секілді белгі. Бұл міне тоже әріптердің үстінде келеді. Бұл у дыбысын береді. У дыбысын береді. Әріптерден бөлек осындай 3 дыбыс белгісі бар. Бұлар бізге араб тіліндегі сөздерді оқуға көмектеседі. Міне, бүгін біз тек осы фатха түрін оқып үйренетін боламыз. Және ал келесі сабақтарда, егер сіздер жақсы оқып жатсаңыздар, мынау 2 бетті қатар алатын боламыз. Бисмилля, мынаны қалай оқылатын екенін сіздерге түсіндіріп кетейін. Міне. Бірінші, мысалы, әріп келеді, әріп оқылады, содан кейін барып харекет оқылады. Әріп, харекет, әріп, харекет. Міне, мысалы, мынау алиф тұр. Мынаған мән бермейміз. Бұл хамза деп аталады, яғни тірек белгісі. Оның үстінде бізде фатха тұр, міне мынау фатха. Демек, алиф жіңішке әріп, демек ә деп оқылады. Ә, сосын мынау дәл, д әрпі, одан кейін тағы да фатха келіп тұр. Одан кейін б әрпі тағы да фатха келіп тұр. Демек, ә, дә, бә. Көрдіңіздер ғой, ә, дә, бә. Барлығы да жіңішке оқылады. Не үшін? Өйткені біздер жіңішке дыбыстар мына жерде, жіңішке әріптер. Зә, ә, бә. Зә, ә, бә. Ә, жіңішке қараңыздар. Бізде ро әрпі жуан да болады, жіңішке де болады. Ал мына жағдайда бізде ро әрпі жуан болып тұр. Демек, ә, ро, сә, әроса, әзәбә, әзәбә, дәрока, дәрока, ро әрпі жуан болып тұр, дәроджа, дәроджа, зәроқо, қоф әрпі бізде жуан, білесіздер. Демек, о арқылы оқылады. Зәроқо, зәроқо. Зәроғо, зәроғо. Яғни, сосын қараңыздар, мына жерде астында жазулар тұр, міне, бұларға қарамаймыз. Мысалы, мына жерде ә, рә, сә деп кеткен. Яғни, ро емес, через а айтқан, бірақ бұл жер қате. Мен басында айттым, бұл турецкий баспа, кейбір қателер болады. Оларға қарамаймыз, өздігімізше оқимыз. Мынау астына да көп мән бермеңіздер, өздіктеріңше оқыңыздар, жақсы ма? Мысалы, қараңыздар. Мынау ро әрпі, ро. Мынау зә әрпі, ро, зә, қо. Жуан әрпі болғаннан кейін ро, зә, қо, ро, зә, қо. Ро, дәмә, ро, дәмә. Зә, ро, фә, зә, ро, фә. Зә, ро, а, зә, ро, а. Яғни, осы харекеттен, осы фатха түрін сіздерге үйге оқуға беремін. Кемі 10 рет оқисыздар. Егер түсініксіз жерлер болса, сұрайсыздар, жақсы ма?
Енді қазір әріптердің жазылу түрлерін өтеміз.